Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында ортопедиялық жастық дайындайтын боламыз. Кеттік. Бізге керек заттар осындай мата керек болады. Мен мұнда дайындап, қырқып дайындап алдым. Және де осындай синтепон керек болады, үлкендеу. Және де осындай кішкентай ғана синтепон керек болады жұқа. Бұл біздің дәл ортаңғы жағына салатын боламыз. Мен алдымен керекті схеманы осылай қағаз бетіне түсіріп алдым. Потаға түсіріп жазып алсаңыздар болады. Мына жерде айта кететін болсам, бізде мына төменгі жағы 4-5 см, ал мына ортағы жері 7 см, мына жері 6-5 см қылып аламыз. Бізде ені 20 см, ұзын 22 см қылып аламыз. Және де екі жоғарғы басын осындай доғалы басын 2-5 қылып аламыз. Жан жақтарын 1-5 қылып сантиметр қылып аламыз. Бізде мына ортаңғы жермен қиып алдым. Осы ортаңғы жерін төменгі жағын 4-5 см өлшеп, осы дәл ортасына қойып, қағаз осылай сызып аламыз ручкамен. Ендігі кезекте матамызды теріс қаратып, осылай екі жан жақтарын барлығын тігіп шығатын боламыз. Кішкентай ғана шетін ұстап кететін боламыз. Міне достар, тігіп болдық. Ендігі кезекте осылай оң қаратып аламыз барлығын. Жан жақтарын дұрыстап, осылай қолымызбен тегістеп аламыз. Ендігі кезекте осы кішкентай синтепонымызды екі қабаттап, осылай дәл ортасына саламыз. Дәл сол мана шеңберіміздің астыңғы жағына қойып, тігіп шығатын боламыз. Осылай инелеріміз жылжып кетпеу үшін түйреп аламыз. Міне достар, дайын болды. Ендігі кезекте осылай бір-бірлеп осылай синтепондарымызды ажыратып, ішіне салып шығатын боламыз. Арасы сиіліп кетпеу үшін нығыздап, толық қылып салып шығамыз. Ендігі кезекте осы жерімізді тігіп шығамыз. Міне достар, дайын болды. Өте жұмсақ болады. Осылай күйінде жуа берсеңіздер де болады, яғни синтепон басылып қалмайды. Тамашалағандарыңызға рахмет. Көп сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар, міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Рахмет.